Айтпақшы, сіз жер бетіндегі ең қорқынышты, ең қатыгез әрі еш нәрседен тайсалмайтын аң кім деп ойлайсыз? Көпшіліктің ойына бірден Африканың азулы арыстандары немесе салмағы 1 тонналық аюлар келетіні анық. Бірақ жабайы табиғаттың жазылмаған заңдары мүлдем басқаша жұмыс істейді. Егер сіз Африка саваннасына барып кез келген жыртқыштан "Сен кімнен қорқасың?" деп сұрай алсаңыз, олардың бәрі бір ауыздан бір ғана кішкентай мақұлықты көрсетеді. Оның көлемі кәдімгі аула итіндей ғана, салмағы небәрі 12 келі, бірақ Гиннес рекордтар кітабы бұл жануарды ресми түрде жер бетіндегі ең қорықпайтын жануар деп таныған. Оның аты ит-аю, кейбір нұсқаларда оны балжегіш деп те атайды, немесе орысша айтқанда медоед. Ол өзінен 10 есе үлкен арыстандарға бірінші болып шабуыл жасайды. Ол әлемдегі ең қауіпті улы кобраларды макарон жегендей қытырлатып жеп қояды. Оның терісін адамның пышағы немесе мачетасы кесе алмайды. Егер оны улы жылан шағып алса, ол жай ғана 2 сағат ұйықтап алады да, оянып, сол жыланды ары қарай жей береді. Ол табиғаттың ерекшелігі, биологиялық танк және абсолютті психопат. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз жер бетіндегі ең агрессивті, ең батыл және биологиялық заңдылықтарға бағынбайтын жаратылыстың феноменін талдаймыз. Бүгінгі үлкен шығарылымда ит-аюдың терісі неге оқ өтпейтін сауыттан да мықты? Биологиялық антидот, оған неге әлемдегі ең күшті жыланның уы мүлдем әсер етпейді? Жыртқыштардың психологиясы, неліктен алып арыстандар мен леопардтар бұл кішкентай аңмен төбелесуден өлі де қорқады? Ақыл-ой деңгейі, ит-аюдың қамаудан қашу үшін құралдарды қалай пайдаланатыны туралы шок фактілер. Деміңізді ішіңізге тартыңыз, бұл видеодан кейін сіз батылдық сөзінің шынайы мағынасын түсінетін боласыз. Жабайы табиғатта кез келген жануардың әлсіз жері болады, бірақ ит-аюда ондай әлсіз нүкте жоқ. Оның аман қалуының ең бірінші құпиясы оның бірегей ерекше терісінде жатыр. Ит-аюдың терісінің қалыңдығы шамамен 6 мм-ді құрайды, әсіресе мойын және арқа тұсында. Бұл кәдімгі резеңке дөңгелектей қалың әрі қатты. Бұл тері соншалықты тығыз, оны жабайы аралардың инесі, жайраның тікенегі, тіпті ірі жыртқыштардың азу тістері де тесіп өте алмайды. Жергілікті Африка тайпалары ит-аюды аулауға шыққанда үлкен қиындыққа тап болады. Олардың лақтырған найзалары мен үлкен пышақтары ит-аюдың терісінен кәдімгі тасқа соғылғандай кері серпіліп ұшады. Тіпті кіші калибрлы мылтықтың оғы да бұл теріні кейде тесіп өте алмайды. Ол тірі биологиялық танк. Бірақ бұл терінің ең басты қаруы оның қалыңдығында ғана емес, ең ғажайыбы оның бостығында, яғни қозғалмалығында. Елестетіңізші, сіз өзіңізден 2 өлшемге үлкен пальто киіп алдыңыз. Егер сізді біреу арқаңыздан ұстап алса, сіз пальтоның ішінде еркін бұрылып оған жауап бере аласыз. Ит-аюдың терісі де дәл солай жұмыс істейді. Оның терісі бұлшықеттеріне қатты жабыспаған, өте бос орналасқан. Егер алып арыстан немесе қабылан ит-аюды дәл желкесінен немесе арқасын аузымен қысып ұстап алса, кез келген басқа жануар паралич болып өлімін күтер еді. Бірақ ит-аю емес. Ол өз терісінің ішінде жай ғана 180 градусқа бұрылады да, өзін тістеп тұрған арыстанның тұмсығынан, көзінен немесе жұмсақ жерінен бар күшімен өшіге тістеп алады. Жыртқыш ауырсудан шок болып, оны ауыздан шығарып тастауға мәжбүр болады. Сонымен қатар, ит-аюдың жақ сүйектері өте қуатты. Олардың тістері мен жақ бұлшықеттері соншалықты күшті, олар тасбақаның қатты сауытын жаңғақ шаққандай оңай шағып, ұсақтап жеп қояды. Олар тамақ талғамайды, сүйек, тері, жүн, қанат бәрін тісімен қайрап асқазанына жібере береді. Жарайды, арыстанның тісі өтпесін, бірақ ушы, жыланның уы теріні талғамайды ғой, ол тікелей қанға түсіп жүйке жүйесін істен шығарады. Бұл жерде ит-аю эволюцияның барлық заңдарын бұзып, нағыз өлмес X адам, яғни росомаха деңгейіне көтеріледі. Ит-аюдың ең сүйікті тамағы улы жыландар. Оның тағамының 25%-ын осы жыландар құрайды. Ол кобраларды, қара мамбаларды және сұр жыландарды көргенде қашпайды. Керісінше қуанып, соларға қарай жүгіреді. Әлбетте, төбелес кезінде жыландар ит-аюды шағып үлгереді. Кез келген ірі жануарды, тіпті пілді немесе арыстанды бірнеше минутта өлтіріп тастайтын нейротоксин ит-аюдың қанына түседі. Жыланның уы қанға тараған кезде ит-аю шынымен де әлсірейді. Ол жыланды өлтіріп үлгереді де өз-өзіне ие бола алмай паралич болып, есінен танып комаға түсіп құлайды.
Кез келген биолог оны өлді деп ойлар еді, бірақ дәл осы сәтте оның организмінде сиқырлы химиялық процесс басталады. Шамамен 1,5-2 сағаттан кейін Итаюдың саусақтары қимылдай бастайды. Ол терең дем алып, көзін ашады да, орнынан тұрып шаңырағын сілкіп қойып, жаңағы өзін шаққан жыланның қалдығын аяқтап жеп, ештеңе болмағандай жолын жалғастыра береді. Бұл қалай мүмкін? Ғалымдар бұл феноменді зерттеп, Итаюдың ДНК-сында ерекше мутация бар екенін анықтады. Біздің жүйке жүйемізде никотинді ацетилхолин рецепторлары бар. Жыланның уы альфа-нейротоксин дәл осы рецепторларға келіп жабысып, оларды бұғаттап, адамды тұншықтырып өлтіреді. Ал Итаюдың дәл осы рецепторлары эволюция барысында формасын өзгертіп мутацияға ұшырап кеткен. Жыланның уы рецепторға келеді, бірақ кілт құлыпқа тура келмегенде оған жабыса алмай сырғып түсіп қалады. Яғни Итаюдың организмі жыланның уын жай ғана тамақ құрамындағы қарапайым ақуыз ретінде қорытып жібереді. Бұл жануар үшін әлемдегі ең қауіпті у жай ғана тамақ алдында ішетін ащы сусынмен тең. Сондықтан ғалымдар қазір Итаюдың қанын зерттеу арқылы адамдарға арналған әмбебап уға қарсы дәрі жасап шығару жолында жұмыс істеп жатыр. Айтпақшы, сіз жаңағы кадрларды көріп, бұл арыстандарға не болған, неге олар мына кішкентай борсықты бір ұрып өлтіре салмайды деп ойлаған боларсыз. Мәселе мынада, жабайы табиғаттағы жыртқыштар өте ақылды математиктер. Олар әрбір шабуылдың алдында оның пайдасы мен шығынын есептейді. Арыстан немесе қабылан Итаюды өлтіре ала ма? Иә, өлтіре алады, бірақ ол үшін арыстан кем дегенде 1 немесе 2 сағат бойы тоқтаусыз қанды төбелес жүргізуі керек. Ал Итаюдың төбелесу тактикасы нағыз психопаттың тактикасы. Ол ешқашан қорғанысқа көшпейді, тек шабуылдайды. Оның үстіне Итаю жаудың ең осал, ең ауырсынатын жерлеріне ғана соққы жасайды. Егер оған арыстан жақындаса, Итаю тікелей арыстанның көзіне, мұрнына және шатына жабысады. Оның тырнақтары аюдың тырнағындай ұзын әрі өткір. Енді арыстанның логикасын түсініп көріңіз. Ол мына кішкентай еті жоқ, терісі тастай қатты мақұлықты жеу үшін өз өмірін қатерге тігуі керек пе? Егер Итаю төбелес кезінде арыстанның бір көзін соқыр қып тастаса, немесе мұрнын жұлып алса, арыстан ертең аң аулай алмайды. Ал аң аулай алмаған жыртқыш аштан өледі деген сөз. Яғни Итаюды өлтірудің құны тым жоғары. Сондықтан ірі жыртқыштары бұл кішкентай психопатқа жоламауды, оған жол беріп кете салуды жөн көреді. Оған қоса, Итаюдың тағы бір жасырын жеркенішті химиялық қаруы бар. Ол өте қатты, қауіп төнгенде сасық күзен сияқты арнайы бездерінен өте сасық, көзді ашытатын сұйықтық шашады. Бұл иістің жағымсыздығы соншалық, арыстандар мен қасқырлар оны иіскегеннен кейін тұншығып, төбелесуді қойып, қашып кетуге мәжбүр болады. Осылайша, Итаю физикалық күшпен емес, таза психологиялық террор мен агрессия арқылы бүкіл саваннаны өз дегеніне көндіріп қойған. Сіздер Итаюды тек агрессивті, мисыз жауынгер деп ойлап қалмаңыздар. Бұл жануардың интеллектісі кәдімгі маймылдардың немесе қарғалардың ақыл-ой деңгейімен тең. Олар құрал, яғни инструмент пайдалана алатын жер бетіндегі сирек жануарлардың бірі. Бұл фактіні бүкіл әлемге дәлелдеген оңтүстік Африкадағы Стофель есімді әйгілі Итаю болды. Стофель жараланып қалғанда оны ғалым Брайан Джонс өз орталығына әкеліп бағып қағады. Бірақ Стофель жазылғаннан кейін оны қамауда ұстау мүмкін болмайды. Ол нағыз түрмеден қашу сериалының бас кейіпкеріне айналады. Брайан оны қамап қою үшін темір тор жасайды. Стофель тордың ілмегін тырнағымен ашып кетеді. Брайан оны құлыптайды. Стофель тордың астынан 2 метрлік туннель қазып қашады. Брайан амал таусылып оны биіктігі 2 метр болатын бетоннан құйылған қабырғасы бар ашық камераға қамайды. Міне осы кезде Стофель өзінің нағыз гений екенін көрсетеді. Бірінші күні ол камераның ішінде өсіп тұрған ағаштың бұтағын сындырып, оны қабырғаға сүйеп, сонымен өрмелеп қашады. Брайан ағаштарды кесіп тастайды. Келесі күні Стофель ауладағы барлық тастарды бір бұрышқа жинап баспалдақ жасап қашады. Брайан барлық тастарды тазалап тастайды. Түнде жаңбыр жауады. Стофель дымқыл балшықты домалақтап, одан кірпіш сияқты шарлар жасап, оларды қабырғаға жапсырып, баспалдақ құрап тағы да қашып кетеді. Ең күлкілісі, Брайан Стофельдің көңілін аулап, тынышталсын деп оның қасына ұрғашы Итаюды әкеп қосады. Стофель не істеді дейсіз ғой? Ол түнде әлгі ұрғашы Итаюды қабырғаның түбіне қуып апарып, оның арқасына шығып, досын кәдімгі тірі трамплин ретінде пайдаланып қабырғадан секіріп кеткен. Олардың проблема шешу қабілеті ақылға сыймайды. Итаю алдына мақсат қойса, оны тоқтату мүмкін емес. Міне достар, Итаю бізге жабайы табиғаттың тіпті өмірдің өзінің ең басты философиялық сабағын үйретеді. Сенің көлемің, сенің салмағың, сенің дұшпаныңның қаншалықты алып екені маңызды емес, ең маңыздысы сенің ішіңдегі мінез бен батылдық.
Бұл кішкентай ғана жаратылыс өз бойындағы қорқыныш, инстинктін толықтай жеңіп, жер бетіндегі ең қауіпті жыртқыштарды өзімен санасуға мәжбүрледі. Ол табиғаттың мінсіз қаруы, ауырсынуды сезбейтін сауыт және жыланның уын сусын ретінде ішетін жалғыз аң. Келесі жолы өміріңізде үлкен бір қиындыққа тап болып, қорқыныш сезімі билей бастағанда, осы Африка даласындағы 12 келілік Идаюды есіңізге түсіріңіз. Ол әлемдегі ең үлкен арыстаннан қорыққан жоқ. Сіз де алдыңыздағы кедергіден қорықпаңыз. Бұл айтпақшы арнасы болды. Айналамыздағы жасырын әлемнің шок фактілерін бізбен бірге танып, миыңызды кеңейтіңіз. Егер бұл видео сізге рух берсе, міндетті түрде лайк басыңыз және пікірге жазыңыз. Сіз Стофельдің орнында болсаңыз, қабырғадан қалай қашар едіңіз?